Мен Мұрат Қызылмекен, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студентімін. Осы Бірлік ауылдық кітапханасының тұрақты оқырманы болып табыламын. Мен сіздерге Серік Сейтманның «Тәуелсіздік» атты өлеңін жолдаймын. Тәуелсіздік. Елдік үшін бәрін көрген азаптың, бабалардың арман еді азат күн. Тәуелсіздік бойтұмары елімнің, одан асқан қастері жоқ қазақтың. Тәуелсіздік алашымның арманы, тәуелсіздік алтын күнім таңдағы. Тәуелсіздік бесік жыры халқымның, жүрегінде тербетілген ардағы. Тәуелсіздік тәтті екен ғой шекерден, осы жолда талай борыш өтелген. Ерлеріне қуат берсін алаштың, көк байрақты көк биікке көтерген. Тәуелсіздік биігін айбағаңның, аманаттың ақ жолында адалмын. Бір сен үшін жасын төкті анамның, бір сен үшін басын тікті бабамның. Азат елдің ауасымен демалам, сондадағы болашаққа мен алаң. Тәуелсіздік сен аман бол, сен аманда айбынды алаш ел аман.